Қазір біз келесі 3 жылға арналған республикалық бюджеттің жобасын үкіметте дайындап жатырмыз. Өте қызу жұмыс жүріп жатыр қазіргі таңда. Алдын ала айтатыным, біз 2026 жылы бюджет тапшылығын қазіргі 2,7%-дан 2,5%-ға дейін төмендетеміз деген жоспарымыз бар. 2027 жылы 1,8%-ға дейін, ал 2028 жылы 1,4%-ға дейін бюджет тапшылығын төмендетеміз деген жоспарлап жатырмыз. Және мемлекет басшысы бізге нақты тапсырма қойды, ұлттық қордың қаражатын бюджет тапшылығын жабу үшін емес, тек қана республикалық маңызы бар ірі инфрақұрылымдық жобаларды салуға жұмсау керек деп. Біз осы тапсырманы мүлтіксіз орындаймыз.